Сочиде Қазақстан мен Ресейдің 12-ші өңіраралық ынтымақтастық форумы бастау алды. Оған Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин, сондай-ақ салалық министрліктер мен ведомство жетекшілері, Ресей және Қазақстан облыстарының басшылары қатысады. Форум аясында қос мемлекеттің ауыл шаруашылығы саласының өнімдерін таныстыру жоспарланған. Ал басты шара екі ел президенті қатысуымен өтетін пленарлық отырыс болмақ. Жыл сайын ұйымдастырылатын өңіраралық әріптестік форумы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының стратегиялық облыстарындағы қарым-қатынас пен мәселелерді шешу жолында таптырмас шара. Бұл жолғы кездесуде азық-түлік қауіпсіздігі мен агроөнеркәсіп кешені саласына қатысты сұрақтар талқыланбақ. Аталмыш тақырып қазіргі экономикалық жағдайда әсіресе өзекті болып отыр. Ресей мен Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені саласындағы келешегі атты көрменің ашылуына 1 сағаттай уақыт қалды. Екі елдің делегаттары өз байлықтарын көрсетуге әзір. Солтүстік қазақстандықтар 36 шаршы метр аумақта 12 кәсіпорынның өнімін орналастырған. Жерлестеріміз бұл шараға мықтап дайындалыпты. Айталық, мына тауарлар арнайы тоңазытқышы бар машиналармен күні бұрын жеткізіліпті. Привезли конину, это жал. Жылқы етін жал-жая шұжық әкелдік. Барлық ет таза, табиғи, өзіміздің жергілікті өнім. Ресейліктерге көрсетіп ұсынатын боламыз. Бізге назар аударады деген сенімдеміз. Мүмкін келісімге де отырамыз. Қазақстан нарығында жұмыс істейміз. Ресейден келгендер етімізді сатып алып жатады. Тарихи ортақтастық екі ел экономикасының өзара байланысы мен өзара тәуелділігі. Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасының негізі осы. Екі ел арасындағы әріптестік экономиканың барлық саласына оң әсерін тигізбек. Ең тиімді салалардың бірі ауыл шаруашылығы. Қазақстанның астығының 1/3 жинайтын Солтүстік Қазақстан облысына бұл тақырып ерекше маңызды. Бұл форумда біз тәжірибе алмасуға, инвестиция тартуға, ауыл шаруашылығына дамытуға қосатын үлесі мол. Ресей Федерациясының көрмесі ауыл шаруашылығы саласына бағытталған. Бұл жерден май, сүт, балық, ет, жеміс, көкөніс, жарма, алкоголь және кондитер өнімдерін көруге болады. Қазақстан болса, әр өңірдің байлығын кеңінен көрсетуге тырысыпты. Аграрийлер өз өнімдерін ұсынған кезде келушілердің басты назарын жоғары сапа мен табиғи құрамына аударды. Мы производим продукцию без всяких консервантов. Біз өнімдерді ешбір қоспасыз даярлаймыз. Сүт те өзімізде шығады. Таза. Сақтау мерзімі 5 күн. Қышқыл сүтті өнімдер 7 күн сақталады. Сүт жаңа зауытта пастерлендіріледі. Сондықтан өнім құрамындағы пайдалы заттар сыртқа шықпай өзінде қалады. Көрме қос мемлекеттің аграрлық секторын дамыту жолындағы мүмкіндіктерінің зор екендігін және азық-түлік қауіпсіздігін қамтумен қатар әлемдегі ірі экспорттаушы бола алатындарын көрсетті. Вот мы сейчас у себя в России пытаемся сделать. Біз Ресейде тек ресейлік ғалымдардың зерттемелерінен тұратын инновациялық ферма жасауды жоспарлап отырмыз. Егер көздегенімізді іске асырсақ, сүт және мал шаруашылығында батыстың тасымалдаушыларына тәуелді болмаймыз. Мен сіздердің мал шаруашылығы саласындағы жұмыс тәжірибелеріңізге сүйене отырып, өз тұрғындарымызды азық-түлікпен қамти алар едік деп ойлаймын. Ресейден келген әріптестер Солтүстік Қазақстан облысының павильонына айрықша назар аударды. Мәселен, Ростов облысының өкілдері ет және макарон өнімдеріне қызығушылық тудырып отыр. Жақын арада олар біздің кәсіпорындармен тығыз байланыс орнатуға мүдделі. Северо-Казахстанская область, как и Ростовская, мы занимаемся растениеводством. Солтүстік Қазақстан облысы да Ростов облысы сияқты. Біз де өсімдік шаруашылығымен айналысамыз. Көбіне бидай егумен айналысамыз. Сіздердегі ет тасымалдау мүмкіндігі қызығушылығымызды оятты. Әлбетте, табиғи етке көңіл бөлеміз. Ол бізге шұжық өнімдерін шығаруға қажет. Сондай-ақ сіздерде макарон өнімдерін шығаратын мықты қуаттылық бар. Ал бізде макаронға қажетті қатты бидай бар. Алдағы уақытта біздің өңірде Сұлтанның филиалын ашу туралы да әңгімелестік. Мұнымен қатар форум аясында шекаралық әріптестік бойынша іскерлік кеңес отырысы өтті. Оның барысында делегаттар келіп түскен сұрақтарды қарастырып, азық-түлік және өнеркәсіп тауарларының импортын алмастырудағы әріптестіктің келешегін, Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-саттықтағы шектеулер мен кедергілерді жою мәселелерін талқылады. Фариза Жазитова, Альбина Ғалымова, Қуаныш Қазбеков, Ақпарат.